мен әлі дайын емеспін, Алла маған жүрегіме салмай жатыр, Алла мені лайық көрмей жатыр, мен лайық емеспін, менің күнәларым бар, мен ондай таза емеспін деп Рамазан оразасын ұстауға да жүрегі дауымай жүретін адамдар жоқ емес, бар. Енді бұл адамдарға не айтуға болады? Бұл негізі ой қайдан туған ой? Жауабы қандай? Шайтаннан туған ой ғой. Бірден айтып салсам. Бірден. Сөздің ашығы ол сондай ғой. Жалпы шайтанның үлкен бір не дейміз, миссиясы қорқыту ғой. И болашақпен онда. Қорқыта береді да ол болашақ. Жаңа байды кедейлікпен қорқытады. Жаңа немен былайша айтқан кезде сен қазір жаңа намаз бастасаң тастап кетесің. Оразаны ұстай алмайсың, сен денсаулығың шыдамай қалса не істейсің деген сияқты. Бір ай деп айтады ғой. Сөздің ашығы енді неге бәрін шайтанға жаба бересің дейді да, енді ол жау ғой, ол Құранда да келді ғой, адамның жауы деп. Оған жаппағанда кімге жабасың деген сияқты. Ол шынымен де шайтаннан ғой ондай ой ше. Сөздің ашығы ол Алла тағала ораза мен намазды парыз еткеннен кейін соған шаман келетін нәрсені саған береді да бәрібір де. Сол себепті яғни көп сөзді, көп сылтауды қойып бастап кеткен дұрыс сияқты да. Жоқ, жаңа жерде енді ол бір арнайы сондай бір таза, сондай бір жақсы адамдар үшін арналған нәрсе, мен оған лайық емеспін, мен деңгейім жетпейді деп ойлайды ғой. Енді ол шынымен кімдерге парыз бұл сонда? Рамазан. Арнайы бір әулиелер бар ма оны ұстайтын? Жоқ, Рамазан барлық мұсылмандарға парыз, шамасы келетін мұсылмандардың барлығына парыз ғой. Мұсылман денің сау болса болды. Мұсылман денің сау болса болды ғой. Сөздің ашығы. Ол жерде бір әулиелерге деген нәрсе жоқ, негізі сөздің ашығы. Сол Рамазан айы негізі бізді әулие қылу үшін ғой негізі. Былайша айтқан кезде сен күнәға толып келесің да, қайтадан бір жаңарып аласың да. Былайша айтқан кезде қалай айтамыз оны, Шайх Әбіл Асими айтады да, Рамазан ол адамды тәрбиелейтін ай дейді да, түсінікті ғой, күнәні тәрбиелейді, сені жақсы қадамдарға бастайды, бірақ та Алла тағала соны білдіру үшін бізге алдында жаңа Ережеп пен Шағбанды берді дейді да. Сені жаймендеп дайындап алып келеді да, үлкен айға кіргізіп жібереді дейді да, былайша айтқан кезде. Яғни ол жерде қарапайым мұсылман зікір аз болуы, құлшылық аз болуы мүмкін, бірақ Рамазан айы кірген кезде оның сауабы әлдеқайда көп. Бәрібір де ол былайша айтқан кезде кез келген адам ұстау керек қой, сөздің ашығы.